Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге мен Redmi телефоны арқылы қалай бір программаны екеу етіп көбейтуге болады, сол туралы айтып беретін боламын. Бастамас бұрын каналға подписаться басып кетіңіздер және лайк қойыңыздар. Егер сіздерге видео ұнайтын болса. Демек біз бастадық. Бұл программа тек Redmi телефонда жүреді. Samsung'да жүре ме жоқ оны білмеймін. Samsung'пен мен қолданып көрмеген бұл программаларды. Настройкаға кіреміз. Настройканың ішінен приложение деген бар. Осы приложениеге кіреміз. Осы жерде не шығып тұр? Калинование приложение деп. Осыған кіреміз. Мына жерде міне өзі программаларды шығарып берді бізге. Осы программалардың барлығын сіз екеу етіп көбейтуіңізге болады. Осы жерде берілген программалардың барлығын бізге қазір рекомендуемға осы екі нені шығарып отыр. WhatsApp пен Instagram шығарып отыр. Осыған кірейік. Бұл жерде мына жерде калинование приложение деп тұр. Осынаған птичка қойсаңыздар, өзі автомат түрде қосылады. Міне значок добавлен на рабочем столе деп шықты. Енді рабочий столға өтейік, рабочий столды көрейік. Міне менде уже екі WhatsApp пайда болды. Біріншісінің астында сары кішкентай ғана значогы бар. Бұл екінші WhatsApp. Мына өзімнің бұрынғы ескі WhatsApp'ым. Міне мен WhatsApp'ыма нөмір тіркеп қойғам. Барлық бар. Мен бұл WhatsApp қолданып жүрген WhatsApp, ал мынау уже жаңа WhatsApp. Міне кәдімгідей продолжить дегенді басып, сіздер қолдана берсеңіздер болады. Беймәл кәдімгідей жаңа нөмірлеріңіз, өзіңіз нөмірлеріңіз тіркеп көре бересіздер. Бұл программаларды қайттан өшіруге де болады. Егер сізге өзіңізге керек емес болса, қайттан өшіріп тастасаңыз да болады. Дәл солай жаңағындай кіреміз, тек птичкасын алып тастаймыз. Настройка кіреміз, приложениеге кіреміз. Және осы жерде міне дәл сол WhatsApp'қа кіреміз де птичканы өшірсеңіздер өшіп кетеді. Бұл жерде бірақ сіз ол WhatsApp'ты қолданып жүргеннен кейін, біраз өткеннен кейін сізге керек емес болып өшіретін болсаңыз, ішіндегі барлық данныйларды өшіріп тастайтын жерде соны айтып тұр қазір сіздерге. Удаление к вам приложение HC все его данные дейді. Барлық данныйлардың барлығын өшіріп тастаймыз дейді. Оқиды бастаңыздар, барлық нәрсе өшеді, ішіндегі автоматтарды барлық сообщение барлығы өшіп тап-таза болып қалады. WhatsApp. Бұл WhatsApp'ның өзін полный өшіріп тастайды. Сол екеу ет жаңағы бізде міне уже автоматтарды жаңағы уже өзі жоқ кетті. Қайтадан қосып қойсаңыздар, дәл солай қайтадан өзі пайда болады. Міне Instagram'да да қазір кіріп дәл солай көрсетейін. Instagram'да дәл солай шығады, рабочий столдың бетіне аккаунт өздеріңіз енгізе бересіздер. Міне значок добавлен на рабочий стол деді. Кіресіздер, міне уже екеу болды. Қазір кішкене кіре тұрыңыздар. Континент дегенді бастамыз. Міне болды. Өте дегенді бастаңыздар, өздеріңіз жаңа аккаунт енгізіп кіре бересіздер. Міне жаңа аккаунт енгізіп кіре бересіздер. Менде Instagram бар. Міне жерде тұр екі Instagram. Біреудің астына қарасаңыздар сары значогы бар. Бұл екіншісі. Значогы жоғы, ол өзіміздің қолданып жүрген Instagram'ымыз. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға подписаться басыңыздар, лайк қойыңыздар және қандай телефонмен кіріп көріп отырсыздар, комментарий жазып кетіңіздер сол туралы. Келесі видеом сол сіздердің телефондарыңызға байланысты болады. Егер Samsung көп болса, Samsung'ның функциялары туралы айтып өтетін боламын. Егер Redmi болса, Redmi'ді алмен қалай жалғастырамын. Кез келген сұрақтарыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқып сіздерге ответ қайтаратын боламын. Сау болыңыздар.